Бұлдар бүгінгі кезде қазір кезде бізде бүгін кәсіптік модульдің 3-ші модулі тұр. Модуль өтіп жатыр, ол газбен кесуге арналған жабдықтар. Бүгін мен сендерге газбен кескен кезде қандай жабдықтар қолданатынын көрсетемін. Сабақтың мақсаты студенттің жұмыс алдында, барысында, яғни жұмыс кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау. Қауіпсіздік ережелерін білесіңдер ғой? Үстіне киім болу керек, баса шәкке болу керек, кескен кезде арнайы көз әйнек болу керек, қолға қол керек. Оның бәрі не үшін? Қауіпсіздік сақтау үшін. Екіншіден неге жан жақта жанып өткен газ деген отпен болады, от жанып кетпеу үшін. Сол екіншісі газбен кесу жабдықтарын дұрыс қосуға үйрену керек. Қалай дұрыс қосу керек үйрену керек. Үшіншісі металдарды кесу кезде тәсілдерді үйрену. Тәсілдерді үйрену деген ол неге байланысты? Металдың қалыңдығына байланысты әртүрлі оттың жалын әртүрлі реттейсіңдер. Жұқа темірге оттың жалын аздау болу керек, қалың темірге көбейеді. Және ол қалың темірге келген кезде басындағы газозаттың басындағы мұжықтықтарды айырбастау керек. Әркімнің өзінің диаметрі әр нәрсеге арналған. Ол таблицада көрсетіледі. Бағалау критерийлері. Мұнда қалай газбен кесетін жабдықтарды қоса алсаң, қауіпсіздік шарттарын білсең, кесілетін металдың құрамына және қалыңдығына байланысты от жалын реттесең, кесуді тегіс және сапалы орындайтын болсаң, ол өзін кесіп болады, балы болады. Бүкіл сақтасаң да мынандарын 5 балы болады. Арасында бір нәрсені неткен жоқсың, 4 бал дейді. Әртүрлі өзінің несі бағалаудың критерийі бар. Сонда бүкіл 5 нені түгел сақтасаң, саған 5 қойылады. Егер мынаның ішінде бір-екі несін пункттарын бұзсаң, онда бағалар азаяды, неге байланысты? Әрқайсының өзінің балдарына 1 бал болады, 2 бал дегендей. Бұл балының системі қарасты, менде аяқ кетті, көрсетем қайын қосатын. Күтілетін нәтиже бұл сабақтың соңында өздерінің істеген еңбектерін көрсететін нәрсе. Бұнда не қайдады? Металды кесу кезінде аппаратты қосып, от жалын реттейді. Ол қосқан кезде, жөнді қанбайтын оттың жалын үлкен кіші деген кезде, содан кейін металл қалыңына байланысты жабдықтарды айырбастау деген айтып ләззаттың басындағы неге мұжықтықтарға байланысты болады. Содан кейін үшінші үнемдеп жұмыс істеу. Үнемдеп жұмыс істеу деген енді көп ашсаң көбірек кетеді ғой. Аз көбірек кетеді. Бостан-босқа артық не болмау керек. Рахат болмау керек та. Енді газбен кескен кезде біз ең қарапайым тәсіл бар. Ең қарапайым тәсіл бізде ол оттегі пропанмен кесу. Оттегі пропанмен кесу. Оған барлығы 4-ақ нәрсе керек. Ол бірінші шланг керек. Шлангның екі түрі болады. Қызыл түрі болады, содан кейін көк түрі болады. Қызыл түрі ол пропанға. Пропанның бүкіл несі қызыл болады. Редукторы өзі болсын, баллоны болсын, бәрі қызыл болады. От дегенде көк шлангылар керек. Шлангылар керек тәсілдер. Қарап табатындар. Мұнда оттегі редуктор. Мұнда мынаның өзі ат редуктор деп аталады. Мұна екеуі ол манометр. Манометр бұл не үшін берілген? Біреу кімнің баллонның ішінде қысымын білу үшін, екінші керек бізге реттегіш көрсету үшін. Мына жерде гайкасы бар, гайканың ар жағында прокладкасы бар. Прокладка не үшін беріледі? Қыстыру. Артық үшін. Содан мынау не жатырған шланг жалғау үшін. Мынау реттейтін винт деп айтылады. Түсінікті ғой да? Мынау пропанның редукторы. Бұнда тоғыз сонда, бірақ бұнда манометр біреу ақ. Мынау қанша бізге газ шығып тұратын қысым реттегіш. Мынау арқылы ал сағат бойымен несен айналдырсандар көбейеді, артық айналдырсандар азаяды. Тоже нәрсінде прокладкасы бар. Прокладканы не үшін жаңағыдай бұның гайкасы оңға емес сол жаққа бұрылады. Өйткені екеуі орын ауысып кетпеу үшін. Әдейі етілген нәрсесі. Мына газ пропан қызыл цветке боялған. Нәр жерге жаңа редуктордан нәр жерге бұрылады. Қойылады да осы жерге бұрылады. Түсінікті ме? Мынау от деген баллоны, баллон әртүрлі болғанса, тоже нәр жерге болады. Кіріктен, газ өткен бұрылады. Енді сендердің басты мәселелер бұлдар. Мына инжекторлы кескіш. Инжекторлы кескіш бұлғында енді бұған мұқият қарадар. Мына жерге астыңғы жағынан ол пропандікі, газдікі, ол қызыл түске боялған. Мына үстіндегі көк түске алдымен қос бәрін етіп болғаннан кейін, еміш пропанды ашамыз, газды ашамыз. Ашқаннан кейін, оның кейін бар, оттегі ашамыз. Содан кейін от жалынды реттеп аламыз. Реттеп алғаннан кейін темірді бір жақ шетін қыздырамыз да, содан кейін
міндеттерін мына нұсқалық технологиялық картаға байланысты маған номиналдарда бүкіл нелер тұр, оборот жабдықтар тұр, осыны жалғап беріңдер. Кім бірінші барайын? Комментарий жасап тұр? Немене сен түсіндіріп айтшы. Бұл пропанның редукторы. Бұл жерде бірінші прокладкасын тексересің. Және бұл шланг. Және бұған бірінші тығасың. Бұл жерде обязательно не болу керек? Қамыт болу керек. Сонымен қаттылап бекітесің. Мынау регулировка. Бұнымен алдыға бұрасаң көбейтіледі, артқа бұрасаң азайтылады. Және қазір оттегі қандай қою керек? Қандай давление несі қою керек? 0,05. 0,05. 0,5 қоясың. Және бұны жалғайсың. Бұда қай жағын жағасың? Үстіне ме астына ма? Астына дұрыс. Қамытпен бекітесің? Қамытпен бекітеміз. Айым редукторын жалғай. Жалғау редуктор бойынша келмек. Мынау 2 манометр, бұл бірінші манометр бұл пропан ішіндегі атмосфералық қысымды көрсетеді. Оттегінің ішінде қысымды көрсетеді. Ал екінші бізге қанша қысым керектігін көрсетеді. Біз бұны 0,5-ға қойып, өзімізге керек қысымды қойып отырамыз. Ал ол үшін мынау винтті алға бұрасаң қысымды көбейтеді, артқа бұрасаң қысымды азайтады. Ал мынау бөлікке келетін болсақ, бұл бірінші болған гайд жалғайсын, және де бұған прокатқа жалғап, шлангын жалғайсын әпсе дұрыс болған басаң. Баллонға жалғанады, себебі артық жаңағы, чтобы не травилады ғой, травить етпеу үшін. Ал мынаған біз шлангын жалғап, бір жағын осыған жалғайсың. Бір жағын осыған жалғайсың да, қамытпен бекітіп, екінші жағын резаққа бекітеміз. Бұл үстін бір жағын осыған жүреді, және бұны қамыт бекітеміз. Енді олар сіздер өздері көзді көргендей, қазір бізде мынау кесудің бүкіл технологиясы қолданып тұр. Оттек пропан келіп тұр, оттегі келіп тұр, мына жерде оттегі келіп тұр. Енді мынау біздің инжектор кескіш қой. Қосқанда қалай қосамыз? Алдымен баллонға бекіткеннен кейін барып, баллонды газдарды ашамыз, пропан бекітілді ашамыз. Содан кейін ең бірінші нені ашамыз? Пропанды ашамыз, кішкене ашамыз. Соны сіріңкеге құтатып жағамыз. Бәрі отты көріп тұрады. Одан кейін барып екінші инжектор оттегіні қосамыз. Оттегіні қосып, мынаның басындағы жалынды реттеп аламыз. Реттеп алғаннан кейін темірді басынан бір жақ шеттен былай бастап қыздыра бастаймыз. Ана балқыған кезде кескішпен қосамыз да кесіп өтеміз. Санжақ көрсетіп, көрсетіп практикалық. Так, кескен кезде техникалық қауіпсіздік тек сақтау керек. Киім, үстер киім, басында шапкесі бар, көздір берек, қолғап. Жағын сен де пропандаш, бірінші пропандаш асың. Немін ашып кейіп етіп кетсің. Көп ашпа ақырына алар тұрмыз, қиырақсың сап. Сол, аз. Так, енді шара. Ты ашып қолға, сен қолға. Власти. Мам, өтесің ба? Енді ашамыз, ақырын ашасың. Олар кеп көріңдер, қалай істейді екен.
бастады. Бүгінгі сабақ бойынша кімде қандай ұсыныс бар, сұрақтар бар, түсінбеген жеріміз айтып тұрғанда? Жоқ сұрақ. Түсінікті ме бар? Жаңағы үйге барғаннан кейін түсінік болса, бізде жан сайын барса не береді ғой, теориямен соны тағы бір қайталап пысықтап өтіңдер. Неге кескен кезде қандай қателік, неге шығып тұр олай? Мүмкін қатты ашылған жоқ шығар, или киім ашылды ма? Оның бәрі бірақ практический түрінде ертең тағы да сабақтар болған кезде қайталаймыз да, кеткен кемшіліктерді жоя бастаймыз. Түсінікті ғой, да? Енді үй тапсырмасы. Біріншіден интернеттен көресіңдер, екіншіден теорияда берген мұғалімге нетіп тапсырасыңдар. Қарасы көп көресіңдер да, содан кейін сұрақтар болса, маған WhatsApp қарасам, мен неге теория уақытта кетті. Келесі практика сағат келген кезде, сабаққа келген кезде, сұрақтар болса, жаңа неге былай дегенде нететін дейді, алғым сұрайтын. Түсінікті ме? Назарым рахмет, қош сау болыңыздар.